видеода біз ноутбук LM платформасындағы жаңартуларды қарастырамыз. Ең алдымен ноутбук LM жүйесіне Deep Research функциясы қосылды. Бұл таңдалған тақырып бойынша терең зерттеу жүргізу мүмкіндігі, материалдарды талдау, интернеттен тиісті дереккөздерді таңдау және толық есеп дайындау. Яғни ноутбук LM енді тек сұраққа жауап беріп қана қоймай, толыққанды зерттеу жасай алады. Келесі маңызды мүмкіндік ол чатты баптау. Сіз сөйлесудің мақсатын, стилін, қатысушылардың рөлдерін, сондай-ақ жауаптардың ұзындығын өзіңіз белгілей аласыз. Осылайша чат белгілі бір тапсырмаға барынша бейімделеді. Сонымен қатар флеш-карта жасау құралы жаңартылды. Енді сіз карталардың санын, күрделілік деңгейін және тақырыбын өзіңіз анықтайсыз. Жүйе сізге ыңғайлы оқу жиынтығын дайындайды. Ал тест жасау кезінде сұрақтар санын аз, көп немесе әдепкі орташа таңдауға болады. Сондай-ақ күрделілік деңгейі мен нақты тақырыпты көрсетуге мүмкіндік бар. Баптаулары қазақ тілінде берілгенмен, өкінішке орай аудио қорытынды, бейне шолу және жаңадан қосылған инфографика дайындау құралдары әзірше қазақ тілінде қолжетімді емес. Қосымша жаңа мүмкіндік ретінде презентация жасау құралы да пайда болды. Презентация жасау құралында сіз форматты, толық презентация немесе спикер слайдтары, тілді ұзындығын және қажетті нәтижені сипаттауды таңдай аласыз. Егер баптауларда презентация тілін қазақ тілі ретінде көрсетіп, тек бір дереккөз пайдалансаңыз, ноутбук LM сіздің тапсырмаңызға толық бейімделген, мазмұны анық және көрнекі презентация жасай алады. Ноутбук LM педагог үшін таптырмас көмекші. Ол сізге уақытты үнемдеуге, материалдардың сапасын жақсартуға және оқытуда әлдеқайда қызықты етуге көмектеседі. Оның көмегімен сіз зерттеулерді, презентацияларды, тесттерді, флеш-карталарды тез дайындай аласыз. Бұл шығармашылыққа, оқушылармен қарым-қатынасқа және шынымен маңызды әдістемелік жұмысқа көбірек уақыт бөлу мүмкіндігі.